Сәлем қыздар, бүгін ашытқы қосылған қамырдан қаттама нан жасап көрсетем. Жұмсақ болып шығады. Егер рецепт ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін бізге ашытқыға қант қосып, жылы су қосып, аздап сұйық май және ұнмен жұмсақ қылып қамыр илейміз. Ол көтерілгенше жылы жиі қойып қоямыз. Ортасына қосатын 2 пиязды ұсақтап турап, тұз, қара бұрыш салып дайындап қоямыз. Қамырымыз көтерілген соң, оны 4 бөлікке бөліп, әрқайсысын жұқа етіп жайып аламыз. Ортасына ерітілген сары майды жағып, оның бетіне пияздың 4-тен 1 бөлігін салып, мен аз ғана қосқанды жақсы көрем. Көп болғаны ұнамайды. Егер пиязды жақсы көрсеңіздер, көбірек қосуларыңызға болады. Оны рулет құсап ораймыз. Одан оны тағы да домалақ формаға келтіріп ораймыз. Қалғанында солай істейміз. Формаға қоямыз, астын майлап. Және оның бетінен былай кішкене басып жайып шығамыз. 200 градус қызған пеште беті қызарғанша шамамен 20 минуттай пісіріп аламыз. Өте оңай, жасап көріңіздер. Ас болсын.